Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Майра Сатбек қызы. Бүгінгі видеода көпшіліктің сұрауы бойынша әйел бақытының күтімі жайында айтпақпын. Толық нұсқасын айтамын. Әйел бақытының күтімі жайында барлығын айтатын болам. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар достар. Әйел бақыты гүлі. Бұл нағыз шансорғыш өсімдік. Ол ауаны жақсы тазартып, агротехника сәулесінен келетін зиянды бәсеңдетеді. Сондықтан бұл гүлді кеңсеге өсіруге кеңес беріледі. Ал үй ішінде қонақ бөлмеге немесе жұмыс істейтін, мысалға компьютер мен теледидар тұрған бөлмеге қойған дұрыс. Халық арасында әйел бақыты гүлі туралы түрлі әңгіме бар. Соның бірі, бұл гүл көңіл күйдің өлшемі саналады. Яғни егер үйде кеңседе үнемі ұрыс-керіс болып, түсінбеушілік орын алса, онда гүлдер солып гүлдемей қалады. Мен негізі осы әйел бақытымен бөлмеме қоям, бірақ жиі сөйлесемін әйел бақытымен. Ол менің осындай бақытты жүзімді көрген кезде осындай керемет гүлдеп тұрады. Бұл гүлдің отаны негізі оңтүстік Америка болғандықтан жылуды өте жақсы көреді. Ол үшін ең дұрыс температура +18 пен +25 градус. Ал бұдан төмен болса, онда олар ауыра бастайды. Тікелей түскен күн сәулесін ұнатпайды, бірақ жарықты жақсы көреді. Сондықтан бұл гүлді шығыс жақтағы терезеге қойған дұрыс. Ылғалды топырақты өте жақсы көреді, бірақ батпақты болмауы керек. Яғни ылғалды жақсы көреді деп біз көп су құя бермеуіміз керек. Егер гүлге күнделікті су бүркіп тұратын болсаңыз, онда қанық жасыл түсті жапырақтармен сізді қуантатын болады. Ал тыңайтқышқа келетін болсақ, достар, мен Ferticalux деген тыңайтқыш беремін. Ferticalux ол порошок түрінде болады. Чай қасықтың 3/1 бөлігін 1 литр суға араластырып берсеңіздер болады. Негізі мен 1-ақ рет берген шығарым, ары кетсе 2-ақ рет бір сезонда яғни. Қараңыздар, осылай гүлдеп тұрады. Бето арасында қаншама гүлді алып тастап отырдым. Себебі бұл мен жапырақтарын шыққанын қаладым. Сондықтан кішкене гүлдері осылай гүлдегеннен кейін алып тастап отырдым. Себебі бұл гүліне барлық күшін жібереді. Мынау жапырақтарына кішкене слабый болып қалады. Сол себепті гүлі егерде аса қажет болмаса алып тастасаңыздар болады жапырағын өсіру үшін. Неке қараңыздар, қасынан осындай балапандарын шығарып жатыр. Көп балалады. Қазір бұны бөлетін боламыз, видеода көрсететін болам достар. Ал орынға келер болсақ, бұл күнді қатты ұнатпайды. Тіке күн, даже ала күнді онша ұната бермейді. Күн бір өтіп кететін, болмаса басқа гүлдерге қалқалап қойсаңыздар болады. Бірақ күнді жақсы көрмейді екен деп, шлей бөлменің бір бұрышына тығылудың қажеті жоқ. Қараңғы бөлмеге, яғни қоюға болмайды. Ол кезде де өспейді, жапырақтары нашарлайды. Орташа жарықты жақсы көреді. Егер әйел бақыты гүлі ашпай, жапырақтары ашық түске ене бастаса, немесе солып тұрса, мұның бірнеше себептері болуы мүмкін. Мысалға, жарықтың дұрыс болмауы. Егер жарық жетіспесе, онда жапырақтары ұшы сарғайып кетеді. Неке мынау свежий шыққанмендегі жапырақ өте әдемі болып шықты бұл. Өйткені барлық жарықты жетісетіндей жақсы жерге қойылды терезенің алдына. Ал егер жарық тым артық тікелей күн көзі түссе, онда осындай жапырақтарда қара дақтар пайда бола бастайды. Мінекей, көрдіңіздер ғой, ұшында осындай қара дақ болды. Және екіншісі артық суғару. Артық суғарған кезде жапырақтар ұшынан бастап қарайып, тамыры шіри бастайды. Яғни жаз мезгілінде аптасына 2 рет, қыс мезгілінде 1 рет құйсаңыздар жеткілікті. Ал келесі бізде қажетті мөлшерден суды тым аз құю. Жапырақтар тым кішкентай әрі солыңқырап тұрады. Тым аз құюға да болмайды. Ең соңғысы бізде зиянкестер. Өрмек-тор кенелері бұл гүлді өте жақсы көреді. Сондықтан егер жапырақтар бұралып, жапырақтар сарғайып кетсе, онда оны фунгицидпен өңдеу қажет. Яғни осы біздің өрмек-торымызға қарсы дәрілер қолдануымыз қажет достар. Ал гүлдеу жайында ең бірінші принцип сіздерге айтатыным тар горшок. Тар горшокта кез келген әйел бақыты гүлдейді. Даже тыңайтқыш бермесеңіздер де гүлдейді. Себебі тамырының бәрін тар горшокқа толтырып өсіріп алғаннан кейін күші қайда баратынын білмей бойына беретін болады. Сондықтан гүлдейді. Сондықтан
гүлдетуді қаласаңыздар достар, тар горшокқа егіңіздер. Және осындай балапандар көп шығады. Неке ортасынан тағы да менде бір балапан шығайын деп тұр. Неке жақсылап көбейіп жатыр, Аллаға шүкір. Әйел бақыты гүлін басқа тұсқа ауыстыру. Бұл гүл тығыздықты жақсы көреді. Бана бері айтып жатқанымдай, тамыры тығыз болған сайын молынан гүлдейді. Ал егер гүл тамыр топырақтың сыртына шығып тым тарылып кетсе, онда оны жаңа тұсқа ауыстыру қажет. Ең дұрысы мұны көктемде жасау қажет. Неке қазір мен көктем айы, мен осына пересадка жасайын деп жатырмын. Неке қараңыздар, менде тамыры толып қалған, осы горшогыма сыймай, яғни бойына жақсы беріп жатты. Бірақ мен қазір балапандарын бөліп алайын деп тұрмын. Осы горшокқа отырғызам қазір. Осындай горшок алдым. Кішірек, себебі қазір балапандарын алғаннан кейін бұда мен 2-ақ бұтағын отырғызатын боламын. Ақырын ғана ажыратамыз, абайлап, ақырын ғана қимылдаңыздар, өйткені тамырлары тым көп өскендіктен бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Сол кезде тамырларын кесіп алмайтындай жақсы бөліктерге бөлуіміз қажет. Достар, басқа ыдысқа отырғызған соң 5-6 күнге дейін суғармаған дұрыс. Астындағы топырағы толық кепкенін күту керек. Ал оған дейін күніне 2 рет жапыраққа су бүркіп тұрыңыз. Негізі бұл гүлге су бүркігенді жақсы көреді. Сол кезде жап-жасыл болып, жапырақтары өте әдемі реңк беріп тұрады. Неке қараңыздар, мен ақырын ғана осы тамырларын ажыратып жатырмын. Барлық топырағын түсірудің қажеті жоқ. Кішкене ғана топырақтарын осы тамырмен бірге ексеңіздер болады. Неке балапандарын бөлек алып жатырмын. Қараңыздар достар, мен осылай 2 бөлікке бірінші бөліп алдым, және де қасынан балапандарын осылай ақырын ғана бөліп шығарып алдым. Неке өте көп балалаған, мен бұларды қазір бөлек-бөлек отырғызатын боламын. Және де тар мен стаканчикке отырғызам, тар горшокқа, яғни, ал бұл 2 аналығын бірге осылай отырғызатын боламын. Бөлуге болмайды. Бөлетін болсақ, славия болып қалады. Осы горшокқа мынау топырағы бізге әзір көбісі керек емес. Жарты бөлігін мен ауыстырдым топырақтан. Және де осындай универсальный, және де орхидеяға арналған топырақтан осылай қостым. Орхидеяда дренаж, білесіздер ғой, осындай ағаш қиындылары болады. Және де перлит қостым осылай. Және де кішкене араластырып, үстіне универсальный топырақтан қостым. Универсальный топырақтың құр өзіне отырғызуға болмайды, күйіп кетеді. Ең астына осылай дренаж салдым. Дренаж міндетті емес, тас салуға да болады. Өз қалауларынша кішкене ғана топырақ істеп, осы қайттан гүлімді отырғызатын боламын. Тамыры тығыз тұратындай отырғызып жатырмын, өйткені тағы да балалатын келіп тұр. Көп балалағаны өзімізге де жақсы. Неке достармен отырғызып болдым. Жақсылап нығыздап тұрып отырғыздық. Енді қайттан балалайды деген үміттемін. Өте керемет. Неке достар, қараңыздар, осындай стаканчикке отырғызып тастаймын. Мынада 2 штугын отырғыздым. Ал мыналарға бір-біртінеп отырғыздым. Тамыры осылай стакан сыртынан қарап отыратындай барлығын өзім қадағалап отырам. Мінеке достар, сіздерге бүгінгі видео өте пайдалы болды деген үміттемін. Барлық әйел бақытының күтімі жайында барлығын айтып бердім деген үміттемін. Және де менің арнамнан басқа да көптеген рецепттерді, және де осы доллар гүлінің күтімі жайында видеоларды көре аласыздар. Егер де түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарийге жаза кетіңіздер. Сіздермен болған Майра Сотбекқызы.